Армысыздар достар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз reflexive pronouns, немесе қазақша баламасы өздік есімдіктері. Бұл есімдіктерді алдымен түсінбес бұрын біз тағы да бір рет есімізге түсіріп алайық. Subject pronouns, яғни негізгі есімдіктерді. Қазақшада I, қазақшада мен, сен, біз, ол, олар деген сөздердің ағылшынша баламасы I, you, we, they, he, she, it болып бөлінеді достар. Бұл жерде аудармалардың бәрін беріп қойдым, асықпай көріп шығыңыздар. You деген сөздің мағынасын ғана жақсылап ескерген жөн. Бұл жерде қазақшада әрқайсысы әртүрлі қолданылған сөздер болғанымен, ағылшын тілінде бір-ақ сөзбенен аудармасын береді. You деген сөз жекеше түрде сен, сыпайы түрде сіз, көпше түрде сендер, сыпайы түрде сіздер деген мағынаны да береді екен. Бұл сөздердің әрқайсысының өзінің баламасы өздік есімдік түрінде беріледі екен. Бұл өздік есімдіктерді ағылшын тілінде reflexive pronouns дейді. Яғни рефлексивті тікелей аудармасы жалпы алғанда адам өзі жасайды деген сөз. Өздік есімдік деп айтамыз қазақшада. Myself өзім, yourself өзің, өздерің, өздеріңіз деген мағынаны білдіреді. Ourselves өзіміз, themselves өздері, himself өзі, бірақ ерге, әйелге, затқа, жануарға тиесінше болады екен. Мысалдар ретінде келтіретін болсақ, I will finish homework myself. Мен үй жұмысын өзім бітірем дейді. Көрдіңіз ба? Өзім, myself. Және бұл reflexive pronouns'тардың негізгі ерекшеліктерінің бірі, бұларда сөйлемдердің соңында қолданылады екен. You did not do your project yourself. Сен өзіңнің жобаңды өзің жасамадың. They want to manage their business themselves. Олар өздерінің бизнестарын, кәсіптерін өздері басқарғысы келеді. She tries to earn money herself. Ол табысты өзі тапқысы келеді. Яғни she болған кезде herself өзгереді. They болғанда themselves. You болғанда yourself. I болғанда myself. Success won't come by itself. Жетістік өзінен өзі келе салмайды. It needs a lot of effort from you. Ол сізден көп әрекетті талап етеді деген сөз. Яғни осы жолмен жасалған есімдіктердің түрлерін біз reflexive pronouns деп айтамыз. Тағы да толығырақ түсінгіңіз келсе, өзіңіз мысал келтіріп көріңіз осы сөйлемдерге қарай отырып, және сіздің қолыңыздан да келеді, түсінесіз деген сенімдемін. Күніңіз сәтті өтсін, сау саламатты болыңыз.